Сәлеметсіздер ме, құрметті 9-шы сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге біз биология пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ең алдымен арнама тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім өсу мен даму бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бұл бізде БЖБ номері 2. Енді осы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алғашқы тапсырмада бізге былай берілген: диаграмма жүкті әйелдің жатыр қабырғасындағы және ұрық жолдастағы қан тамырдың орналасу, ана мен ұрықтың қан айналу жүйесі бір-бірімен араласпайтыны көрсетілген деген. Енді тапсырмаларды орындайық. Екі тамыр жүйесі плацентарлы тосқауылмен бөлінген, сол себепті ана мен ұрық қаны араласпайды. Келесі, екінші себебі: қан араласатын болса, көптеген аурулар баланың бойына сіңуі мүмкін. Мысалға, анасының аурулары баласына сіңіп кетуі әбден мүмкін. Сол себептен бұл жерде ешқандай қан араласпайды. Сол себепті. Келесі екінші тапсырмаға көшейік. Ұрық жолдастың жиі аш-ішек, өкпе және бүйрек ретінде қарастырады. Ұрық жолдастың әрбір осы мүшелердің қызметін жүзеге асырудағы маңызын сипаттаңыз деген. Жалпы ұрық жолдас дейміз, плацента дейміз. Ұрық жолдас екеуі бір, жалпы плацента екеуі. Ұрық жолдас ана мен шарана ағзасы арасындағы байланысты жүзеге асыратын мүше болып табылады. Енді осы екінші тапсырманы орындайық. Нақты біз осы ұрық жолдастың не екенін осы тапсырмада жазамыз, және де бұлардың не себепті қарастыратын екенін жалпы осы жерде жазып кетеміз, маңызы жайында. Екінші тапсырманың жауабы: ұрық жолдас ана мен шарана ағзасының арасындағы байланысты жүзеге асыратын мүше. Шарананың тыныс алуын, зат алмасуын, бөліп шығаруын ұрық жолдас қамтамасыз етеді. Мінекей, осы екінші тапсырманы осылай орындадық. Келесі үшінші тапсырма: сызбада эмбрион мен ұрықтың даму кезеңдері берілген деген. С әрпімен таңбаланған үдерісті атаңыз деген. Бұл жерде бізде бластула, яғни бізде көптеген, жалпы ұрықтану кезінде көптеген кезеңдерге бөлінеді. Ең алдымен аналық пен аталық жыныстары жалпы біріккеннен кейінгі жалпы бірігеді. Сол кезде бізде ол зигота түзіледі. Зиготадан кейін бөлшектену жүреді. Бөлшектенгеннен кейін бізде жалпы уже гаструла және де нейрула болады. Осы әрекеттен кейін органогенез секілді жалпы бөлініп отырады. Кейін эмбриондық кезең болады. Эмбриондық кезеңдерді мезодерма, эктодерма, эндодерма деген болады. Ол жалпы адамға тән қасиеттерді береді. Мысалы, қан тамыр жүйесі, жүрек секілді, мысалы тері, шаш, тырнақ секілді әртүрлі адамға тән мүшелер жалпы осы кезеңде беріліп отыратын болады. Енді осы кезеңге сай болатын өзгеріс сипаттаңыз деген. Сипаттайтын болсам, аналық және аталық жыныс жасушаларының қосылуы нәтижесінде зигота түзіледі. Зиготаның бөлшектену нәтижесінде пайда болған жасушалардың мөлшері бірдей көп жасушалы ұрық бластула қалыптасады деп жазып аласыздар. Мінекей, дәл осылай жазып аласыздар. Пластула кезіндегі өзгерістер. Келесі төртінші тапсырма: эмбрион мен ұрықтың дамуындағы айырмашылықтарды екіден кем сипаттаңыз деген.
Жалпы ұрықтану ол бөлек, эмбрион ол бөлек нәрсе, бөлек кезеңдер. Ұрық ол деген енді ғана дамып жатқан ұрықтық жалпы кезең десем де болады. Жаңадан жалпы аналық пен аталық қосылғаннан кейінгі зигота түзіледі. Вот осы кезеңнен бұл ұрықтану кезеңдері деп жалпы аталады. Бұл кезеңдерде ә, жалпы шарана толықтай дамымайды. Сол себептен бұның айырмашылықтары, эмбрион мен ұрықтану айырмашылықтары бұл жерде жалпы өте көп. Сол себепті бұл жерде айырмашылықтарын мен астына да жазып кеткен болатынмын. Жалпы ұрықтану, осы тапсырманың жауабын айтатын болсам, ұрықтың дамуы көптеген кезеңдерге бөлінеді. Олар зигота, бөлшектену, стробиляция, пластула, гаструла, нейрула, органогез, аргоногенез секілді көптеген кезеңдерге бөлінеді, және ол кезеңде ұрық енді ғана дамитын болғандықтан ол жерде ешқандай адамға тән мүшелер болмайды. Ал енді эмбрионға келетін болсақ, жалпы эмбрион ол ұрықтанғаннан кейінгі жалпы пісіп жетілуі, осы ұрықтың пісіп жетілуі деп айтсам болады. Жалпы адамға тән мүшелердің пайда болуы осы эмбрион деп айтсам болады. Эмбрион кезеңде адамға тән қасиеттер, мүшелер пайда болады. Бұл ұрықтану мен эмбрион кезеңінің даму айырмашылықтары, екеуі екі кезең, айырмашылығы осында. Мінекей осыдан да біз ажыратып біле аламыз. Жалпы ұрықтану даму мен эмбрион кезең жайында осы жерден біз біле аламыз. Енді дескрипторға келетін болсақ, дескрипторда бізде 9 балл. Осы 9 балдың біз 9 балын жалпы жинап өткен болатынбыз. Енді осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп, және де лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда дәл осындай БЖБ тапсырмалары сіздерге түсіндіріліп, жауаптармен беріліп отыратын болады. Сондықтан бұл каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.